жайып түс көрдім. Таң атта мен бүгін ертегі әлемнің қызығында жүрдім. Нұрына шомылдым бүгін. Жұлдыз айы көркем, әдемі еді неткен. Құстары сөйлейді, бұлттары тербейді. Мен оянып кеттім әттең. Ертегілер, ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Әлемдеріңнің ғажап күйін шертпедіңдер сендер. Ертегілер, ертегілер. Анасының ертегі айтпашы. Жарайды балам. Балалар, мен сендерге ертегі айтып берейін аха. Ертегі ұнай ма сендерге? Қандай ертегі түрлерін білесіңдер? Бауырсақ ертегісі бар, жеті лақ аха. Одан кейін мақта қыз бен мысық ертегісі бар. Мен сендерге балалар бүгін тырна мен түлкі ертегісін айтып берем. Сендер мұқият тыңдап отырыңдар, жарай ма? Ертеде түлкі мен тырна дос болған екен. Бір күні түлкі тырнаны үйіне тамаққа шақырады. Тырна тамақты сүйіп ішетін тырна үйіне қонаққа қуана барады. Түлкі тырнаға тарелкаға салып, жайпақ тарелкаға салып, тамақ құйып береді. Оны тырна не істейді? Тұмсығы оның ұзын болады. Ол тамақты іше алмай, тұмсығын шұқып, тамақты іше алмай отырады. Ал түлкі болса, тілімен жалап, бағанағы жайпақ табақта тұрған тамақты ішіп қояды. Сөйтіп тырнаға айтады: басқа мен саған берер тамағым жоқ, бар тамағым осы, дейді. Тырна ренжіп: жарайды, енді ертең онда менің үйіме қонаққа келсең, дейді. Түлкі жарайды дейді. Сөйтіп келесі күні түлкі тырнаның үйіне қонаққа барады. Түлкі тырнаға дәмді сорпа пісіріп қояды. Оны не істейді балалар? Мойны ұзын құмыраға осыған құйып береді. Оны тырнаның өзі не істейді? Тұмсығын салып ішіп алады. Ал түлкі болса, бағанағы құмырадан не істейді? Тамақ іше алмай отырады. Тырна түлкінің өзінің істегенін өзіне қайталайды. Сол кезде түлкі тырнаға ренжіп, бағанағы тамағын іше алмай, қарны аш болып үйіне қайтады. Балалар, ертегі ұнады ма сендерге? Балалар, бұл ертегіде түлкі мен тырна дұрыс жасаған жоғалға. Түлкі тырнаны қонаққа шақырған кезде оны сыйлап, оған жағдайын жасау керек еді. Өзі іше алатын ыдысқа құйып беру керек еді аға. Солайша тырна мен түлкі бір-біріне ренжісіп, сол күннен бастап бір-бірімен дос болмай кетіпті. Балалар, біз олай жасамауымыз керек аға. Түлкінің тырнаның жасаған бұл әрекеті дұрыс емес екен.